Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздерге карамельный пирогтың рецептімен бөлісетін боламын. Сіз бұл пирогты жасап тіпті сатсаңыз да болады. Дәмі ерекше жұп-жұмсақ болып, әдемі болып шығады. Ал ендеше ең алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқаны, одан кейін қантымызды салып, жақсылап араластырып аламыз. Сонан соң майымызды құйып, тағы да араластырып аламыз. Сонан соң ұнымызға разрыхителімізді қосып, араластырып, массамызға салатын боламыз. Бұл жерде ұнның бәрін бірден салып жүрмеңіздер, осылай аз-аздан салып отырып араластырасыздар. Сонан соң қалған ұнымызды қамырымызға, жаңағыдай массамызға салып, арғы қарай қолмен араластырамыз. Сонан соң қамырымызды алып, слофанға орап, жарты сағатқа холодильникке мұздатып қоямыз. Начинкасына вареная сгущенка және де жұмыртқа, сосын сметана керек болады. Бұл жерде араластыратын кезде мұқият болыңыздар, себебі араластырған кезде арасын іртік-іртік нәрсе жемеу керек. Сонан соң жаңағы холодильниктен шыққан қамырымызды алып, арнайы формамызға жайып аламыз. Бұл жерде қолмен жаясыздар, ешқандай да оқтаумен жаймасыздар, себебі біздің қамырымыз өте жұп-жұмсақ болып тұрады. Дәл видеода көріп тұрғандай жайып шығасыздар. Сонан соң жайып болған соң қамырымыздың үстіне начинкасын құямыз. Егер сіздер вареный сгущенканы ұнатпасаңыздар, оны орнына творог қосып істесеңіздер де болады. Осылайша тортымызды 180 градуста 20-30 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің тортымыз дайын болды. Бәріңізге ас болсын, дәміне.